Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып, жаратылыстану, 31-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы табиғи дыбыс көздері. Балалар, суреттен не байқадың? Нелердің дыбысын естуге болады? Қане, суреттерге назар аударайық. Бұл жерде сендер ненің? Табиғаттың, әрине судың, ағып жатқан судың. Бұл дыбыс, балалар, қандай дыбыс естуге болады? Сылдырлаған, судың сыбдырын естуге болады. Келесіде құстар сайрайды, шиқылдайды, өздеріне тән дыбыс шығарады. Ал бұл жерде табиғат құбылысы, яғни найзағай жарқылдағанда бізде күн күркіреген, шытынаған дыбыстың дауысы естіледі. Бұл жерде келесі суретте сиыр бізде мөңірейді. Балалар, қоршаған ортада қандай дыбыс көздері бар? Бұл балалар, бұл заттардың барлығының біз дыбысының әртүрлі екенін байқаймыз. Білгенің жөн. Біз күнделікті өмірде түрлі дыбысты естиміз және тыңдаймыз. Дыбыс денелердің тербелісінен пайда болады. Дыбыс шығаратын дене дыбыс көзі деп аталады. Дыбыс табиғи және жасанды болып бөлінеді. Табиғи дыбыс көздері адамның дауысы, жапырақтың сыбдыры, судың сылдыры, найзағайдың күркіреуі, шегірткенің шырылы, құстардың сайрағаны және тағы сол сияқты табиғи дыбыстарды атаймыз. Балалар, қай баланың дауысы қатты естіледі? Неліктен? Осы суретке назар аударып, өз ойыңмен бөліс. Ертегі немесе мультфильм кейіпкерлерін есіңе түсір. Қай кейіпкер қатты күледі? Ақырын күлетін кейіпкерді атай аласың ба? Қызықты мәлімет. Масаның ызыңы, оның қанаттарының ызыңы қозғалысына шығады. Маса қанатын секундына 500-800 рет қағады екен, балалар. Бұл мәлімет сендерге өте қызықты болды деген ойдамын. Себебі біз күнделікті өмірде масаны естиміз, ол масаның ызыңы, ол өзіне тән дыбысы, және ол не себептен шығатынын білдіңдер. Қазақстандағы ең ғажайып жердің бірі Әнші құм. Ел арасында Айғай құм деп те аталады. Ол Іле өзенінің аңғарында орналасқан. Жел тұрса, сырнай үні тәрізді дыбыс шығады. Ал жел қатты соқса, онда да зор дыбыстар естіледі екен. Бұл сендер айтып тұрған Әнші құм суретте көріп тұрсыңдар. Балалар, Әнші құм деп аталуының себебін өздеріңде түсініп тұрған шығарсыңдар, Бұлар өзіне тән дыбыс шығарады, және ол дыбыс, балалар, табиғи дыбысқа жатады, балалар. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.